Кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Утилизациялық алым бойынша бүгін Алматы қаласында қорытынды жиын, яғни қоғамдық талқылау өткенін білесіздер. Енді бұны қоғамдық талқылау деп айтуға келе ме, келмей ме, ол жағы да сәл күмән тудырады. Өйткені қоғамдық талқылау Hyundai компаниясының кеңсесінде өтті. Ал бұл кеңсеге кез келген азамат, яғни қоғамның кез келген мүшесі рұқсатсыз кіре алмайды. Яғни аккредиттелген арнайы тілшілер қауымы ғана кіре алады, рұқсат қағазы бар азаматтар ғана кіре алады. Сондықтан бұны жалпы қоғам үшін қоғам талқылайтындай отырыс деп айтуға келмейді. Бұл арнайы бекітілген комиссияның мүшелері ғана және аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері ғана кіре алатын жиын болды. Осы үшін де белсенді топ өкілдерінің бірқатары бұл жиынға бармай қойды. Яғни осылайша ол өздерінің наразылықтарын білдірді. Петиция 50 мың қол жинаған петиция тиісті деңгейде қаралып жатқан жоқ, біз бұған қарсымыз деген наразылықтарын осылайша көрсетті. Естеріңізде болса, Санжар Боқаев утил алымды алып тастау бойынша петиция жариялап, өзінің ұсыныстарын қалай болатынын, есебін барлығын көрсетіп, арнайы петиция орналастырған болатын. Арнайы сайтқа ол 50 мың адамның қолын жинады, ал былтыр қабылданған заңға сәйкес 50 мың қол жинаған петицияны үкімет деңгейінде қарауға үкімет міндеттелген еді. Сол үшін үкімет қарап бастады. Ол заңға сәйкес, оларда басқа мүмкіндік те болған жоқ, ол қарауы тиіс болған. Дегенмен олардың қаншалықты деңгейде бұған көңіл бөліп отырғаны белсенді топ мүшелеріне аса қатты ұнамады. Өйткені бірқатар біздің құқығымызды шектеді деді, және құрылған комиссияның мүшелеріне де көңілдері толмады. Себебі олардың басым бөлігі утилизацияны алып тастауға қарсы азаматтардан құралған, яғни сол салада жүрген азаматтардан құралған деді. Жиындардың көпшілігі Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі зауыттарға ауыстырылды, сол жаққа экскурсия жасалды. Біз мінеке Қазақстанда да өзіміздің көлігімізді өндіріп жатырмыз, локализация бар, кейбір қосалқы бөлшектерін Қазақстанда жасап жатырмыз деп соны көрсету үшін арнайы жиындар өткізді. Дегенмен оған да белсенді топ мүшелері сенген жоқ. Сонымен бүгінгі жиынға ойысайық. Жиында негізгі қаралған мәселелер мынау. Петицияда Санжар Боқаевтың талабы бойынша жеңіл автокөліктерге, яғни М1 категориясына жатқызылатын автокөліктерге утилизациялық алымның көлемі 100 мың теңге болсын деген. Ал өзге көліктерге, одан басқаларына, жүк көліктеріне, ауыл шаруашылығы техникасына утилизациялық алымды мүлдем алып тастайық деген. Ал алғашқы тіркеу жарнасын 0,25 айлық есептік көрсеткіш деңгейінде қалдыруды ұсынған. Яғни ол жерде Санжар мырза бұлай жасағанда қандай пайдасы болады, экономикаға қандай өзгеріс әкеледі, немесе керісінше әкелмейді, қандай пайдасы болады, қандай зияны болады, барлығын есептеп, тәптіштеп жазып берген еді. Дегенмен оның талаптары әзірге орындалып жатқан жоқ. Сонымен бүгінгі талқылау кезінде біраз дауыс көтерулерді болды, қызу талқылау болды. Бір қатарына тоқталайық. Мысалы Санжар, Еркебұлан, Данияр дегендерді бұған дейінгі видеомда айтқан едім. Ол жиынға қатыспады. Дегенмен утилизациялық алымды алып тастауды қолдайтын азаматтар мынадай өздерінің пікірлерінде айтты. Мен бағанадан қарап отырмын да, мына жерде бір-ақ адам қарсы, қалғандарыңыз қолдап отырсыздар да, утилизборды алмаймыз деп. Оның халыққа пайдасы бар ғой. Утилді алып тастаса, елдер жаңа көлік мінеді. Дұрыс па? Жаңа шектейтін жоқ, басқа салық бар. Кеше оқыдым, 7 жылға дейін шектеу бар, НДС бар, евро 4 бар. Көп шектеу бар. Мына утилге байланысы жоқ оның. Сіздер салыстырасыздар да, көк пен жерді. Екеуі екі бөлек нәрсе. Соң кейін жаңа экология айтып отырды, тек басқа да утилдар бар деп, мысалы. Ол көлікке байланысты ғана алып тастасын, басқасы қала берсін. Санжар Боқаев айтып отыр, 150 мың теңге қылсын деп. Ол мүлдем алып тастасын деп отырған жоқ. Бұны азайтуға болады ғой. Енді утилизборды алмайды екенсіздер. Ең құрмаса көп балалы аналарға, мүгедектерге, желтоқсандықтарға, Семей полигонына мысалы сондай жеңілдіктер жасауға болады ғой. Қарастырсаңыздаршы, өткенде айтқан, министрлік айтқан,
бір адамға бір көлік кіргізуге біз жасаймыз деп мен осы сұхбат бар менде. Бір уступкіге баруға болады ғой. Сонымен нақты шешімге келейік. Утилизациялық алым алынып тасталды ма немесе азайтыла ма, жоқ па? Министрлік өкілінің бұқаралық ақпарат құралдарына берген жауабы мынадай. Нақты бір рет бүгін айтты. Утилизбор алынбайды. Первичка алынбайды. Айтып атқан 7 жылдық көліктерді Қазақстанға кіргізбейміз деп сол шешімді қабылдау үшін бәрі 5 мемлекет келісім беру керек. Келісім береді ма, жабылады. Бермейді ма, ештеме жабылмайды. Кіре береді машиналар. Дегенмен бұл жерде утилизациялық алым туралы осындай әзірге шешім шығарылғанымен нақты қабылданатын шешімді бірнеше күннен кейін Қанат Шарлапаев өзі жариялайды деді. Енді оның қаншалықты өзгеріске ұшырайтынын көреміз. Дегенмен әзірге утилизациялық алымға қатысты ешқандай өзгеріс болмайды деп отыр үкімет мүшелері. Яғни вице-министр осындай мәселені айтты. Ары қарай жүрейік. Жиында утилизациялық алымнан бөлекте бірнеше ұсыныстар айтылды, соларға қысқаша тоқталып өтейін. Алғашқысы, Қазақстанға кіретін көліктерге байланысты жаңа вице-министрдің де айтқан естідіңіздер, дегенмен бұл әзірге ұсыныс ретінде ғана қалады. Яғни 7 жылдан ескі көліктерді Қазақстан шекарасынан кіргізуге ұсыныс жасалады, дегенмен ол Қазақстан өз бетімен шешім қабылдап, өз бетімен оны жүзеге асыра алмайды. Себебі біз Евразиялық экономикалық одақтың мүшесіміз, соның заңдарына, соның талаптарына бағынады екенбіз. Яғни бұл талапты орындату үшін жаңағы Евразиялық экономикалық одаққа мүше барлық мемлекет осындай талапты енгізулері керек. Яғни шекараның көлеміне мүлдем 7 жылдан ескі көліктерді бірде-бір ел кіргізбеу керек. Сонда ғана бұл талап орындалады. Әзірге бұл Евразиялық экономикалық комиссияның кеңсе отырысына ұсынылатын болды, нақты талап жоқ. Екіншісі, автонесиеге қатысты. Жеңілдетілген 4%-ық автонесие қайтадан пайда болуы мүмкін. Дегенмен бұл бағытта бір қатар өзгерістер болады. Жеңілдетілген автонесие енді аз қамтылған отбасыларға, аса қажеттілігі бар азаматтарға берілуі мүмкін. Яғни несиені берген кезде сондай азаматтарға, сондай отбасыларға басымдық беріледі. Одан бөлек белгілі бір салада жұмыс істейтін мамандарға да осындай мүмкіндік берілуі, жеңілдік берілуі мүмкін деді. Бұл әзірге қарастырылып жатқан мәселе. Енді тағы да қандай жаңалық болатынын күтеміз. Әзірге негізгі ақпараттар осы. Сіздер қалай ойлайсыздар, утилизациялық алым алына ма, алынбай ма? Амандықта жүздесейік.